Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін асқаба қосылған Әзірбайжан ұлтының кутабы деген нанын пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен 200 мг ыстық қайнап тұрған суды құямыз және тұзымызды қосамыз және араластырып аламыз. Және ұнымызды кішкенеден қосып отырып араластырып, кейін қолымыздың көмегімен илеп аламыз. Қамырымыз біркелкі болғанша жақсылап илейміз және оны тынықтырып алып қоямыз. Енді салмамызды жасауға кірісеміз, яғни начинкамызға. Ол үшін асқабақты үкіштен жақсылап өткізіп аламыз. Келесі пиязымызды майдалап турап аламыз. Табамыздың түбіне кішкене май құйып, пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз дайын болғаннан кейін асқабағымызды қосып, жақсылап қуырамыз. Және енді тұзымызды қосамыз және өз қалауыңызша дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Дайын болған салмамызды басқа ыдысқа аударып, суытып қойып қоямыз. Ал енді тынықтырып қойған қамырымызды алып, оны бірдей бөліктерге бөліп, кесіп аламыз. Енді қамырымызды жұқа қылып жайып аламыз. Қамырымыздың жұқалығы осындай болу қажет. Енді салмамызды қамырымыздың бір шетіне ғана салып, екінші шетін үстіне жауып, жан-жақтарын жақсылап басып, бітеп шығамыз. Және басқа қамырлармен де дәл солай жасаймыз. Қатты қызып тұрған құрғақ табаға нандарымызды қызарғанша пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бетіне сары майымызды жағамыз. Міне бұл Әзірбайжан ұлтының кутабы деген наны. Өте жұмсақ, дәмді әрі нәзік болып шықты. Ішіне кез келген өз қалаған салмаларыңызды салсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар.